Автокөлік иелеріне арналған мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарының ел игілігін көріп отыр. Түстік өңірде бұл орталықтар ашылғалы бері 100-ден астам айрықша VIP нөмірлер рәсімделген. Авто әуесқойлар үшін арнайы қызмет көрсететін орталық өткен жылдың соңына таман ашылған болатын. Онда көлік құралдарын тіркеу және жүргізуші куәлігін беру қызметтері қолжетімді. Облыс бойынша халыққа қызмет көрсету орталығы департаментінің директоры Серік Ауғанбаевтың айтуынша, мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығындағы теориялық және тәжірибелік емтихандарды тапсыру процестерін автоматтандыру адами факторларды толықтай жойды. Оның үстіне азаматтардың уақытын үнемдеуге өте қолайлы. Тұрғындар темір тұлпарын электрондық кезек талоны қолға тигеннен кейін 1 сағат ішінде тіркеуге болады. Ал жүргізуші куәлігін алуға теориялық және тәжірибелік емтиханды тапсыру уақыты қоса алғанда орта есеппен 2 сағаттай уақыт кетеді. Орталық жұмысын басталғалы 115-ке жуық мемлекеттік қымбат нөмірлері рәсімделген. Олардың құны 300 мыңнан бастап 500 мың теңгеге дейін жетеді. Бұдан бөлек есепті мерзім ішінде 16 мың жеке және заңды тұлғаға құжат рәсімделген. 6,5 мың тұрғынға жүргізуші куәлігі табыс етілді.